Bir refleksiya жасап жіберіңіз. Ұнады ма бүгін, ұнаған жоқ па, не болды айтыңдар. Маған ұнады, күшті. Негізі өзіме табиғат қатты ұнайды. Сондықтан да міне бүгін погода да күшті болып тұр екен. Фотоға түсіп алдық, бір-бірімізбен еркін сөйлесіп, мында өлең айттық. Жалпы маған қатты ұнады. Рахмет сіздерге. Бүгін керемет күн болды. Есте қалатындай барлығымыз программаларымыз, өзіміз жобамыз жақсы қорғап, таза ауаға шығып, дем алып, өкпеге ауа барды деп өте керемет күн болды. Бүгін барлықтарыңызға рахмет айтамын. Мен айта берейін ба? Бүгін күшті күн болды. Мен қайда барсам да мысалға, ол жерде адамдардың ауызбіршілігі жоқ. Мен барған жерім білмеймін, бірақ осы топта менің жолым болып кетті. Прям күшті болды. Молодец. Барлығы за деп тұрды. Соған қатты қуандым. Сол, мен өзім осындай көпшілікті жақсы көретін адаммын. Маған ұнады. Бүгінгі күн өзі ерекше басталды. Таңертеңгі настроение бір түрлі болды. Таңертең көтерілді. Неге бір түрлі болды таңертең? Абзал ағайдың кесірі десең. Оны нақты атамай-ақ қояйық. Енді түстен кейін атмосфера сізге өте ұнады. Әсіресе деп Жаңағы таңертеңгі қайта келді. түсірмей қояйық. Скоро деп па, қандай бар рефлексиясы ұнады. Жалпы бүгінгі күнге рефлексия болатын болса, онда бүгінгі таңымыз енді сабақ басталғалы бері енді сәл қобалжулар болды өзімізде. Бүгін ойдағыдай бола ма екен іске асқан ойлаған пландарымыз, мақсаттарымыз абырой беріп, бәрі жақсы өтіп, алты тобымызда жұмыстарын жақсы қорғап, өздерінің жұмыстарын көрсете алды. Тамаша қорытынды жасап, кері байланыс болып, бәріміз алдындағындай емес, уже ұйымдасқан күйі бір жерде талқылап, бір жерге барып отырып, бәрі смарт мақсатын жақсы қылдық деп ойлаймын, алдыңғы жолдан қарағанда. Бүгінгі смарт мақсатымыздың орындалғанына қуаныштымын. Жалпы общий айтатын болсақ, бұл курстан аларымыз көп болды, алғанымыз да көп болды. Сонымен қатар көпшілікпен көптеген араласып, өзімізге дәстүрлі оқытумен салыстырғанда смарт оқытудың, смарт мақсат құрудың, жоспарлаудың бүкіл заңдылықтарын көріп, біліп, үйреніп, оны практика жүзінде қолданып осы курстың арқасында. Мінекей қазір бәріміз өте қуаныштымыз, бәріміз де өте ойдағыдай шықты бәрі.